Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай керемет, өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден дайындалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, қант керек. Жұмыртқа мен қантты жақсылап бірге миксерлеп аламыз. Осындай дәреже болғанға дейін қант пен жұмыртқаны араластырып аламыз. Сосын айран. Кішкене араластырамыз да. Ұнымызға қопсытқышты салып, бұл жерде 10 грамм қопсытқыш және кішкене ванилин. Енді ары қарай лопаткамен араластырып шығамыз. Міне жаңағы сұйық смеске ұнды салып аламыз. Енді мына жерде біздің формамыз, кішкене пісте май жағып астына. Сары май, пісте май жақсақ болады. Қамырымызды формаға саламыз. Пирогтың дәмді болғаны соншалық жартысын балалар жеп үлгерді. Ал мен сіздерге ішін көрсетейін. Іші міне толықтай піскен, әрі құрғақ емес, влажный болады. Ал дәмі өте керемет. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.